Сәлем қыздары, балалар жақсы көретін колбаса жасаймыз. Тауық етінен ешқандай химикатсыз, красительсіз менімен бірге жасап көріңіз. Тауық аяқтарын осылай қазанға салып қайнатамыз. Үстіне сәбіз, пиязымызды салып, егер сіздерде үлкен бір тауық болса, соны қайнатсаңыз болады. Менде әлелдің тауық аяқтары кішкентай болғасын үшеуін қолдандым. Үстіне лавр жапырағы, түйір қарабіж және тұзымыз салып қайнатып аламыз. Красительдің орнына осындай шикі свекланың согын алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандай сидадан осылай сығып аламыз. Небәрі бір ас қасық болса жеткілікті. Осы кезде біздің окорочкаларымыз пісті. Барлығын алып, сорпамызды жақсылап сүзіп алатын боламыз және бөлек ыдысқа 300 мг-дай құйып аламыз. Колбасаны біріктіру үшін міндетті түрде говяжий желатин қолданамыз. Кез келген кондитерский магазиннен сатып аласыздар, ал дүкенде тұрған желатин деген затты мүлде алуға болмайды, өйткені оның құрамы таза емес. Окорочкамызды еттерін алып, үстіне қарабұрыш, тәтті паприка және бульонымызды құйып, біраз қасық жаңағы свекладан шыққан сокты құйып, жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Ешқандай да артық қалдырмаймыз. Мінекей видеода көріп тұрғандай қою смеш шығу қажет. Баклажкамыздың басын кесіп тастаймыз да осыған барлығын салып аламыз. Бетіне пакет кигізіп, холодильникке бір түнге қалдырамыз. Мінекей менде бір түн тұрған колбаса осылай оңай алынады. Қараңыздар, разрезі өте әдемі, өзінің формасын сақтап тұрады. Балалар өте қатты жақсы көреді, кәдімгідей магазиндігінен 10 есе артық.